Баршаңызға сәлем. Бүгін люля кебаптың жаңа түрін жасайтын боламыз. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қалдырып кетемін. Ең алдымен пиязды блендердан өте ұсақ қылып өткізіп аламыз. Егер сізде блендер жоқ болса, терканың ең майда тіс өткізсеңіз болады. Дәл осы ыдысқа туралған картопымызды салып, картопты да өте ұсақ қылып блендердан өткізіп аламыз. Бәрін өткізіп болған соң панировочный сухарийіміз саламыз. Егер сізде панировочный сухарий болмаса, қолдан істесеңіз болады, болмаса кәдімгі нанды сүтке, я болмаса суға жібітіп, әбден сығып, сол нанды салсаңыз болады. Және де бір жұмыртқа, паприка, тұз, мен қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Және де приправасын қосып бәрін араластырасыз. Бірінші қасықпен осылай араластырып аласыз, сосын кәдімгі қолмен әбден мыжғылап, өте ұзақта уақытта араластырасыз. Өйткені арасындағы бәрі бір-біріне жабысып сіңуі қажет. Осылай ұрып араластырып аласыз. Сосын бір көз мөлшермен аласыз, 80 граммдай аласыз. Егер таразымен өлшейтін болсаңыз, осылай қолыңызға ұрып, осылай котлет істейтін форма бар менде. Осы формаға салып, формаға келтіріп аласыз. Осылай дайындап аласыз бірінші. Барлық котлеттерімізді дайындап аламыз. Дайындап болған соң қызып тұрған сковородкаға май құйып, сол майда жан-жағын екі бетін қызартып қуырып аламыз. Дәл осы видеодағыдай қызарғанша қуырып аласыз. Қуырып болған соң бөлек тарелкаға сүзіп аласыз бәрін. Котлеттерді қуырып болған соң картошкаға кірісеміз. Картошканы да дәл осылай қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қызарғанша екі бетін қызартып, бұны да сүзіп алатын боламыз. Қатты күйіп кетпеу керек, сәл қызарса болды, дәл осылай қызарғанша сүзіп аласыз. Сүзіп алған картошкалерімізге приправаларын сеуіп, паприкамызды сеуіп, қолмен араластырған жөн. Сіз басқа нәрсемен араластырсаңыз, картошка езіліп болмаса қабығы ашылып кетуі мүмкін. Қолмен барынша бәріне тегізіп араластырған жөн. Картошканы араластырып болған соң, енді қазанымызды қыздырып, майымызды құямыз. Майымызды құйып болған соң, бір пиязды турап осылай золотистый болғанша қуырып жібереміз. Пияз қуырылып болған соң, картопты астынан салып шығамыз. Картоптың бәрін салып болған соң, бетіне котлеттерді қойып шығамыз. Котлеттің бәрін қойып болған соң, жаңа котлет қуырған майдан мен 2 қасықтай бетіне құйып жібердім. Майды құйып болған соң, стаканмен 1,5 стакан шетіне су құйып шықтым. Кәдімгі салқын су құясыз. Менің стаканымның көлемі осындай. Қақпағын жауып, баяу отта 30-40 минуттай пісіресіз. Піскенін қақпағын ашып, осылай вилкамен тексерсеңіз болады.
Енді котлетті бөлек тарелкаға сүзіп аламыз. Котлетіміз өте жұмсақ болып пісетін болады. Котлеттің бәрін алып болған соң ұсынатын тарелкаңызға картопты алып қойып шығамыз. Достар, егер де менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Дәл осылай тізіп қойып шығамыз. Картоптарды алып болған соң, соңында суы қалады. Дәл сол суға котлетті осылай малып аламыз, себебі котлет сочный болады. Осымен біздің люля кебаб тағамымыз дайын. Өте дәмді шығады, нағыз ресторанский тамақтан ешқандай кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен бұл жерде көк пиязбен әрлеп ұсындым. Сіз өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады.